Барлық ақпаратты бересіздер ғой. Бизнестің жол картасы, басқа да бағдарламалар бойынша. Қандай несие алуға болады, қандай мемлекет көмегін көрсетіледі деген сияқты. Мына жерде базаларыңыз бар ма? Қосылып тұрсыздар. Интернет бар, барлық мүмкіндік бар. Жаңа ашылған жұмыспен қамту пункті еңбек көзін іздегендерді жұмыссыз қалдырмайды. Қазір қаладағы кәсіпорындар мен ұйымдарда 1345 бос орын тұр. Инженер, ревизор, редактор, аудармашы, дәрігерлер қажет. Тігінші, слесарь, дәнекерлеуші секілді мамандықтарға да сұраныс жоғары. Осы мамандықтарды меңгеремін деушілер қайта оқыту курстарынан өте алады. Ал бизнес бастау арқылы өз кәсіптерін ашуға мүмкіндігі де бар. Облыс әкімінің орынбасары Асхат Аймағамбетов кеңесшілерге мемлекеттік бағдарламалар әлеуетін тереңнен түсіндіруге тапсырма берді. Барлық мүмкіндіктер бар. Несие алуға болатын болса да, осы жерде өздері бизнес план дейді, бизнес жоспарды дайындауға да, оқытуға да бәріне барлық мүмкіндік беруге дайын. Знал кредит алуда, жаңағы мал неге кредит алып, жаңағы мал өсіретін. Иә, мал бордақылау болсын, мал өсіру болсын, жаңағы көп мәселелер бар, сол үшін несие алуға болады. Көп қой, жақсап түсіндіріңіз. Казагрогарант 85% береді. Начинающий предприниматель. Соның бәрін жақсап түсіндіріп, мынау ақпаратты алсаңыз, әрі қарай біз көмектесеміз. Рахмет. Біржан Балғожа Арай базарында көкөніс сатады. Жылыжай кешенін ашқысы келген, алайда қаржы жетпейді. Бүгінгі ашылған жұмыспен қамту орталығына келіп, мемлекеттен қолдау барын білді. Енді шағын несие алып, кәсібімді дөңгелетемін деп отыр. Осы жаңағы айтқандардың бойынша жаңағы кредит алып, жаңағы болашақта жаңағы мақсатымыз бар, енді сол жылыжай ашып, сол өнім шығару деген. Сол сабақтарына қатысып, Құдай қаласа, соны ары қарай дамытамыз. Мемлекеттен көп қолдау бар. Бұны біз бұрын білген жоқпыз, шын айтқанда. Халықты енді ақпараттану керек қой, қазір көбісі білмейді осындай бар екенін. Сол құттаймыз осындай болғанына. Дәл осындай орталық бұл күні Алтын Арба дүкенінде өз жұмысын бастады. Бұған дейін Шығыс базарында жұмыспен қамту пункті ашылған болатын. Сонда облыс әкімі қаладағы барлық базарларда осындай орталықтар болу керек деп тапсырма берген еді. Бүгінде осы үш орталықта 110 адам ақпарат алып, 11-і тұрақты жұмысқа орналасқан, ал 45-і қайта оқу курстарына жіберіліпті. Енді ілкімді бастама Октябрь ауданына қарасты сауда нүктелерінде өз жалғасын табады. Гүлбақша Қажанова, Ғабиден Құрышбеков, Зарина Зулпухар, Сарыарқа телеарнасы.